Кайырлы кеш, қыздар қалайсыздар? 2 минут кешігіп кіргеніме кешірім сұраймын. Мен екінші аккаунтпен өзімнің аккаунтыммен кіріп кетіппін. Басен адамдар жиналмайды деп қоямын. Сөйтсем өзімнің аккаунтыммен кіріп кеткен екенмін ғой. Қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Аман есенсіздер ма? Привет, дейді. Привет, жақсысыздар ма? Қалай жағдайларыңыз? Шүкір жақсы, өзіңіз қалайсыз, Жанелка? Қыздар, бүгін біз сіздермен зор эфир болады. Білесіздер ғой, эфирдің соңында ақша ойнатамыз. Білесіздер ма, естідіңіздер ма? Сол үшін эфирді міндетті түрде соңына дейін көру керексіздер, міндетті түрде. Ол ақшаларды біз эфирдің соңында ойнататын боламыз. Қазір где-то тағы 1 минуттай күте тұрайық, қыздар бізде жиналып алсын. Қыздар жиналып бітем дегенге дейін біз сіздермен жалпы әңгіме айта тұрайық. Саламатсыз ба, Бота дейді, Бота Назгүл. Роза, мына жаққа кірдіңіз ба? Біз ана екінші аккаунтта отыр екенбіз ғой. Мәселен, не үшін бізге жота қыздар кірмейді деп қоямыз, сөйтсек біз екінші аккаунтта кіріп кеткен екенбіз ғой. Қалай жағдайларыңыз? Жалпы жақсысыздар ма? Аман есенсіздер ма? Иә. Аман есенсіздер ма? Не жаңалық болып жатыр? Мен мына жерге сіздерге сұрақ қойып қойдым. Бүгінгі прямой эфирді неге көріп отырсыз деген. Соған жауап жазып кетсеңіздер. Қараймын ғой дейді. Күшті, Роза, бүгін соңына шейін қарасаңыз ақша ұтып алу мүмкіндігіңіз бар. Жалпы осы сұраққа жауап берейікші. Қазір эфирді не үшін көріп отырсыздар, қыздар? Әркім әртүрлі мақсатта көреді. Астына қарай жауап беріп кетсек, эфирді не үшін көріп отырсыз? Саламатсыз ба дейді. Амангүл, саламатсыз ба? Жақсы, шүкір дейді. Жансая дейді. Қыздар, жауап беріп кетсек, бүгінгі эфирға қазір не үшін көріп отырсыз? Жалпы негізі не мақсатта бүгінгі эфирді көріп отырсыз? Не мақсатта кірдіңіз бүгінгі эфирге? Не жаңалық бар екен деп дейді. Дұрыс. Тағы кім қандай мақсатта көріп жатыр эфирді? Эфирді ақша беретіндігіңіз туралы білесіздер ма? Алдыңғы стористерді қарадыңыздар ма? Енді былай, давайте бізде уақыт аз, уақыт өтіп тұр. Мен базовый сабақты әлі бастамадым, белгілі себептермен дейді. Ертерек бастаңыз, базовый бізде жабылып жатыр. Сәлем дейді, сәлем. Самға курсы жайлы білу үшін және керек ақпарат алу үшін рахмет. Тағы кім не үшін көріп жатыр эфирді? Заттарымды сату үшін және инсайттар алу үшін дейді. Өте керемет, молодец. Тағы кім не үшін көріп жатыр? Сәлеметсіз бе дейді. Жоқ дейді. Тағы кім эфирді не үшін көріп жатыр? Қыздар, тез жауап берейік. Эфирдің соңында үшін міндетті түрде отырыңыздар. Эфирдің соңында бізде ақшалай ұтыстар, сыйлықтар ойнатылатын болады. Сол үшін эфирдің соңында қалмаған қыздар, көрмеген қыздар, оны ұмытып кетуі мүмкін, көре алмай, ала алмай қалуы мүмкін. Көптен кіре алмадық дейді. Сол үшін жаңа ақпараттар есту үшін көріп отырмын дейді. Тағы кім не үшін көріп отыр? Эфирді жаңадан қосып жатқан қыздар жауап берейік. Эфирді не үшін көріп жатырмыз? Осыған байланысты қазір мен сіздерге керемет бір кейстер ұсынатын боламын. Мен бұл сұрақты сол үшін қойып отырмын. Эфирді не үшін көріп отырсыздар? Саламатсыз ба, Асия? Қалай жағдайыңыз? Қай сабақты оқып жатырсыз, Асия? Қыздар, эфирді не үшін көріп отырсыздар? Бүгінгі эфирға не үшін кірдіңіздер? Жалпы қазіргі мен болып жатқан эфиріма заттарымды сату үшін дейді. Керемет, Асан Анара. Онда сатасыз бүгін, Алла қаласа. Осы эфирден кейін сатылатын болады заттарыңыз. Алла жазса. Басқалар не үшін көріп жатырмыз эфирді? Бүгінгі эфирді ақша беретін білесіздер ма? Бүгінгі эфирдің соңында ақшалай сыйлықтар берілетін болады. Одан хабарларыңыз бар ма? Бүгінгі эфирдің соңында ақшалай сыйлықтар беретіндігі туралы. Жаңа нәрсе алу үшін өте керемет. Тағы кім не үшін эфирді кіріп жатыр? Шын кәдімгі өздеріңіздің естественно жауаптарыңыз жауап беріңіздерші. Қызымды қатыстырам деп сұрап едім, жауап болмады дейді. Дайрекке жаздыңыз ба? Болмаса неге жаздыңыз? Или инстаграм дайрекке ма, или ватсапқа жаздыңыз ба? Қазіргі прямой эфирға не үшін кіріп отырсыз? Соны жазыңыздаршы, қыздар. Бүгін эфир зор эфир болайын деп тұр сіздермен. Эфирді соңына дейін көрген адамға ақшалай сыйлық алу үшін. Керемет, Асия, дұрыс. Ондай да мақсат мұратқандар бар. Я бүгін эфирді соңына дейін көрген адамдарға сұрақ қоямыз. Сұраққа жауап берген адамдарға ақшалай сыйлық беретін боламыз. Сол үшін эфирдағы әрбір нәрсеге мұқият қараңыздар. Шығып жатқан әрбір слайдқа қараңыздар. Қазір осы слайдтардан сіздерге сұрақ қойылады. Сұраққа дұрыс жауап берген адамға эфирдің соңында ақшалай сыйлық беретін боламыз. Қандай жаңалықтар айтады екенсіз де? WhatsApp-қа жазған едім дейді. Қай WhatsApp-қа жаздыңыз? Саламатсыз ба? Зыко Асай дейді.
Ой, керемет. Сейітхан Диана, рахмет Дианаға. Иә, естідік, сұрақтарға жауап берген адамға ақшалай сыйлық. Иә, ақшалай сыйлық беретін боламыз. Алла жазса. Тағы кім эфирға не үшін кіріп жатыр? Жалпы қыздар, бізде сәл адам жиналып қалды. Олай болса эфирімізді бастаймыз. Қайталап айта өте кетейін. Бүгінгі эфирдің соңына дейін менімен бірге болып, мен қойған сұрақтарға жауап берген адамдарға біз ақшалай сыйлық беретін боламыз. Сол үшін эфирдің соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Енді мен мына жерде не үшін сіздерге мынандай сұрақ қойып отырмын. Қазіргі эфирді не үшін көріп отырсыз деген. Кез келген нәрседе өзінде мақсат болады. Қазір мысалға көшеге шығып, любой бір таксисті тоқтатсаңыз да, қол көтеріп, сол жерден бір 50 таксист өтсе, соның 50-інің сізге тоқтауы мүмкін, бір 3-еуі болмаса 5-еуі тоқтауы мүмкін. Конверсия 10%. Қалған таксистер не үшін тоқтамайды? Потому что олардың бәрінің бара жатқан бір белгілі мақсаты бар. Біреу үйіне асығып баратыр, біреу бір тойға асығып баратыр. Енді қазір той жоқ, вообще жаңағыдай бір жаққа асығып баратыр, біреу бір туысқанына асығып баратыр, біреу жұмысқа асығып баратыр, біреуге кездесу керек, біреу аэропортқа. Әркімнің әртүрлі мақсаты бар. Олар әркімнің әртүрлі мақсаты болғандықтан, олар сіздерге тоқтамайды. Вообще болмаса, олар ешқайда асықпай бара жатсар да, принцип болады оларда. Көшеден адам алмаймыз деген. Жұмысынан шаршап қайтып бара жатуы мүмкін. Сондай бір мақсаттарымен олар тоқтамайды. Олардың бір белгілі бір мақсаттары бар. Тура сол сияқты сіздер де қазір менің прямой эфиріме кіріп жатырсыздар ма? Значит, сіздерде де бір мақсат болады. Любой адам кіре салмайды. Мысалға, қазір сіздер мына жерде 20 адам отырсыздар, бірақ 20 адамның ішінен қазірге дейінгі бір 40 адам кіріп шығып отыр. Соның 20-сы ғана прямой эфир көріп отыр. 20-сының 22-сінің мақсаты осы жерде қазір прямой эфирді көруде бір мақсаты бар. Қалғандарынікі просто кіріп шығады, Сол үшін мына жерге жаза кетіңіздерші, не мақсатпен кіріп отырсыздар? Қандай дүниелер айтады екендер? Күндіз сториста көріп ақшалай сыйлық деп жатыр дейді. Мен курстарыңда жазылған едім, соны бастай алмай жүрмін. Не себепті бастай алмай жүрсіз? Енді қараңыздар, адамдар бұл жерге 3 мақсатпен келді. Негізі жалпы қазіргі мен прямой эфиріме адамдар 3 мақсатпен келеді. Ең бірінші келген адамдар ақша. Бүгін біз айттық, прямой эфирде соңына дейін болған адамдарға біз сұрақ қоямын. Мен сұрақ қоямын, сол сұрақтың ішінен жауап берген 3 адамға 1000 теңгеден 3000 теңге тегін ақшалай сыйлық ойнатамын. Сіз плюс өзіңізге пайдалы ақпарат аласыз. Және сол пайдалы ақпараттан не сізге сұрақ қоятын боламын, сол сұраққа ең бірінші жауап берсеңіз, сіз плюс тегін 1000 теңге ұтысты өзіңізге аласыз. 3 сұраққа да бірінші жауап берсеңіз, 3000 теңгені сіз өзіңіз алуға мүмкіншілігіңіз бар, дұрыс па? Ең бірінші бұл жерге келіп жатқан адамдардың басынан мақсаты ол ақша. Не үшін мен ақшаны қойдым? Себебі көпсіздер жазып жатсыздар мына жерден. Затымды сату үшін, сатуды үйрену үшін, ал сатуды үйрену үшін деген нәрсе не ол? Сатудың түбінде не жатыр? Сатудың түбінде ақша жатыр, дұрыс па? Бәрібір бір ақшаны көру үшін, немесе ақша табуды үйрену үшін, болмаса тегін ақшалай сыйлық алу үшін ең бірінші келген адамдардың тобы ол ақша. Жалпы осы ақшаны алу үшін келіп отырған адамдар. Екінші адамдар бар, олар біздің прямой эфирді көргенде, то есть истористарды көрген жоқ. Қазір мына жеріне өздеріне не оқып қойған, хабарлама қойып қойған, Лейла Қазақ бренд аккаунты прямой эфирде отыр дегенді көріп кірді. Алдын бізден пайдалы ақпараттар алған. Қазір де пайдалы ақпарат алғысы келіп отыр. Бұрын бізден пайдалы ақпарат алмаса да, пайдалы ақпарат алайыншы деген ниетпен келіп отырған адамдар. Болмаса, олар ақшалай сыйлық беретінін білсе де, главный мен үшін ең бірінші пайдалы ақпарат. Мен өмір ішерсін ұтқан емеспін, маған ондай не везет. Главный прямой эфирді көрем, пайдалы ақпарат алайын деп отқан адамдар. Араларыңызда ондай да адамдар бар, дұрыс па? Оны да мойындау керек. Енді үшінші адамдардың тобы бар, олар сынау үшін келетін. Ондай да адамдар бар. Олар не үшін келіп отырады? Олар отырады, не айтады екен, көрейік, не істеп жатыр екен, қалай кіреді екен, ақшаны қалай береді екен. Олар просто үшінші жақтан қарап отырады, сынап отырады. Болды, осылай 3 мақсатпен келген адамдар. Енді сіздер қараңыздар. Қазір ол жерде сіз қандай мақсатпен келдіңіз, тура сондай мақсатты аласыз. Сіз сынау үшін келдіңіз ба? Просто адам сынау үшін келдіңіз ба? Болды, сіз сынап просто сырттан қарап отырасыз. Сіз ешқандай действие жасай алмайсыз, ешқандай табысқа жете алмайсыз, еш нәрсе істей алмайсыз. Солай сынаған адамның кейпінде сыртта қалып кете бересіз. Ал ақша үшін келсеңіз, ақшаңызды аласыз, пайдалы ақпарат алу үшін келсеңіз, пайдалы ақпарат аласыз. Сол үшін де енді мына жерде бірінші ақша дегенім ол ақша үшін келгендеріңіз дұрыс. Енді тегін ақша беріп жатыр. Кімде тегін ақша ешкімге артықтық етпейді, ақшаның артықшылығы жоқ. Бірақ главный местерге айтарым, сынау үшін кірмеңіздер. Егер де қазіргі мақсатыңыз сіздің бір сынау үшін, көру үшін келген болсаңыз, дәл қазір ойыңызды өзгертіңіз. Потому что сіз сынау үшін кіресіз ба? Прямой эфирдің соңында болды, сізде ешнәрсе өзгермейді. Ол ондай екен, ол мынандай екен деп айтасыз, айтып кетесіз да. Енді мақұл ғой, сіз солай айттыңыз, Сіз солай айтқан күннің өзінде мен енді келесі прямой эфирімді сіз айтқан сияқты өткізбеймін ғой мен бәрібір. Мен дәл осылай өткіземін.
сол үшін ол жерде сіздің сынаған мінегеніңізден просто өзіңіздің уақытыңыз кетеді. Сол үшін құрметті қыздар, ханымдар, бәріміз білім алу үшін келіп отырмыз. Бүгінгі прямой эфир сіздерге арналады, мықты эфир болады. Сол үшін де бәріміз прямой эфирге нақты мән беріп отырайық. Сұрақтардың барлығы осы мен айтқан ақпараттан болатын болады. Ақша мен ақпарат та қажет дейді. Дұрыс айтасыз, бәрі қажет, өте керемет бұйымдарыңыз, рахмет. Точно, ешқашан ұмытпағанмын, пайдалы ақпарат үшін қарап отырамын және керек жерін жазып аламын. Өте дұрыс жазып алыңыздар ақпарат алу үшін. Жарайды қыздар, онда біз былай үшін енді бастайық. Енді мен сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Бүгінгі прямой сіздермен екі арадағы адамдардың байланысы ретінде болады. Неге ақша таба алмаймыз? Қазіргі кездегі неге біз ақша таба алмаймыз? Сіз неге өзіңіз ақша таба алмайсыз? Вроде курсты оқыдыңыз, дұрыс па? Бүгінгі прямой эфирдің тақырыбының өзі оқы. Курс оқыдың, бірақ әлі сен ақша таба алмай жүрсің. Вроде курс оқыдың, болмаса вроде сен бір білімің бар, ол біздің курс болсын, ол басқа курс болсын, любой нәрседен білімің бар. Немесе сен торт істей аласың, немесе бір нәрсе тіге аласың, немесе күшті сөйлейсің, біреуге бір нәрсе үйрете аласың, бірақ ақша таба алмайсың. Сенің бойыңда белгілі бір талантың бар, ақша таба алмайсың. Енді жазайықшы мына жерге. Не үшін ақша таба алмаймыз? Не үшін қазіргі уақытта ақша таба алмай жүрміз біз? Именно сіз кереңіз қойыңыз. Не үшін сіз именно ақша таба алмай жүрсіз дәл қазіргі уақытта? Соны жазайықшы астына. Қыздар, жазамыз. Не үшін ақша таба алмай жүрсіз? Себебі курс оқыған кезде жасамайды деп ойлаймын. Не үшін жасамайды деп ойлайсыз? Тағы кімде қандай? Реклама аздықтан дейді. Тағы дұрыс сату білмеген соң ақша таба алмайсың дейді. Білім бар, әрекет жоқ дейді. Неге енді қандай әрекет жоқ? Енді білім бар, не әрекет жоқ? Әрекетті қалай туындатуға болады? Жарнаманың аз болуынан дейді. Жалқау болған соң дейді. Ақша таба аламын, ақша табу үшін әрекет ету керек. Ой, не деген керемет жауаптар. Продажа жасай алмау дейді. Сату білмеймін дейді. Ұяламын, қалай сату керектігін білмеймін. Дұрыс жазыңыздар. Дұрыс ұсынбағандықтан дейді. Тағы кім жағандай? Мен реклама жасау білмеймін. Жалқаулықтан өзіңе сенбеу дейді. Жарнама жасау білмеймін, сол үшін дейді. Тағы да кім? Неге ақша таба алмайсыз қазір? Енді қараңыздар. Буквально мына жерде қазір сіздердің көздеріңше мен санап шығамын, мына жерде мен эфиріме қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 адам қазір маған жауап берген. 16, 17 адамға жауап берді. Енді қараңыздар, 18 адам. 18 адамның көпшілігінің айтып атқаны жалқаусыздан, адам өзіне сенбегендіктен жарнама жасауды білмеймін, Жарнама жасауды білмеймін. Қыздар не болады? Нақты мақсат болмағандықтан дейді. Өте дұрыс, керемет жазып беріп жатыр психология Жамиля. Жамиля, әке, қалайсыз, қалай жағдайыңыз? Жарнама жасай алмау дейді. Ұялшақтықта болуы мүмкін, сатуға ұяладым. Мен осы сәтте сіздер жауап бере беріңіздер, мен мына жерін бір айтайын да. Біз күнде азанда тұрған кезде Аллах Тағала бізге мысалға несібе береді, әркімнің несібе нәпақасы болады. Азанда ұйқыға тұрған кезде ол несібе нәпақаны әр жерге шашып қояды. Ол сіздің жұмысыңызға болуы мүмкін, ол сіздің жұмысқа бара жатқан кезде болуы мүмкін, ол сіздің бүкіл азаннан кешейін жұмыс ешқандай клиент келмейді, жұмыстан қайтып жатқан кезде келуі мүмкін. Ол сізге несібе нәпақаны әр жерге әртүрлі вариантпен шашып тастайды. Былайша айтқанда грубо түсіндірген кезде, былай жалпақ тілмен түсіндірші сіздерге, мен өзімнің тілмен түсіндірші сіздерге. Оны әр жерге шашып тастайды ол нәрсені, Енді қараңыздар. Мынандай нәрсе бар да, сізде азанда күнде тұрған кезде екі вариант болады. Сіз не өзіңіздің товарыңызды біреуге сатасыз, болмаса сізге всегда сатады. Азында сіз тұрасыз, не істейсіз? Сіз азында тұрасыз, бет-қолыңызды жуасыз. Бет-қол жуған не істейсіз? Зумни пасты қолданасыз. Сіз сол Colgate-тің, Blendament-тің продажасын ұйымдастырып жатырсыз ба? Продажасын ұйымдастырып жатырсыз, сізге сатып жатыр ма? Сізге сатып жатыр. Одан кейін тұрасыз, тағанасыз, бетіңізге бір умывашка жуасыз, болмаса сабын жуасыз. Оның продажасын ұйымдастырып жатсыз ба? Ұйымдастырып жатсыз. Көшеге шықтыңыз, магазинге барып, завтра үшеге нан әкелдіңіз, дұрыс па? Сіз сол нанның продажасын ұйымдастырып жатсыз ба? Ұйымдастырып жатсыз. Жұмысқа бару үшін маршрутқа міндіңіз, кондукторға ақша бердіңіз. Сіз соның продажасын ұйымдастырып жатсыз ба? Ұйымдастырып жатсыз. Енді қараңыз, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сіз өмір сүру үшін сізге сатады.
Енді сізге сұрақта, сіз өзіңіздің өніміңізді, сіз өзіңізді біреуге сатпайтын болсаңыз, сізге всегда сатады. Сізге всегда сатады. Всегда сатады. Сата береді, сата береді, сата береді, сата береді, сата береді. Енді ұялып жатырмын деген нәрсеге мен былай жауап беремін да, ұялып жатырмын. Мен осыны үнемі айтам, қазақтың бағына да сорына да біткен бір қасиеттің біреуі бар, ол ұялшақтық деген. Мәссаған көшеде свет өшіп қалды, қой беріңіздер, бізге әсер етпейді, біз прямой эфирін жүргізе береміз. Ұялшақтықтың да орны болады да, орнымен ұялу керек. Білмейді, ұялмайтын жерде ұялып, ұялатын жерде біз ұялмай қаламыз да. Ондай нәрсе болмайды ғой, сіз не үшін ұяласыз? Сіз біреуге бір нәрсе ұсынып, бір жаман нәрсе ұсынып жатқан жоқсыз. Сіз біреуге ұрлық үйретіп жатқан жоқсыз. Сіз біреуді тонау үйретіп жатқан жоқсыз. Сіз біреуге жаман сөз үйретіп жатқан жоқсыз. Сіз өзіңіздің адал еңбегіңізбен жасап жатсыз. Біздегі не үшін продажа болмайды? Потому что ең бастапқы түпкі себебі біз өзімізді сатпаймыз. Сіз өзіңізді сатпайсыз. Сіз өзіңізді сатпай тұрып, сіз өзіңізге сенімсіз боласыз да. Сіз өзіңізге сенімсізсіз. Сіз өзіңіздің сол нәрсені істей алатыныңызға сенімсізсіз. Сіз сол нәрсені қолыңыздан келетініне сенімсізсіз. Сізге біреу бір танысыңыз заказ беретін болса, уайымдап аласыз. Потому что сіз өзіңіздің самооценкаңызды өзіңіз түсіріп жібергенсіз. Сіз өзіңізге өзіңіз сенімсіз болғаннан кейін, сіз самооценкаңыз түсіп кеткеннен кейін басқа біреулер сізге қалай заказ береді, дұрыс па? Вот ең басты себеп, дұрыс айтасыздар, мына жердегі жалқаулықтың түбінде сенімсіздік, сенімсіздіктің түбінде білімсіздік. Енді мен осы нәрседе, мына нәрсеге айтып берейін сіздерге. Неге біреуге сенеміз, біз кімге сенеміз? Мақұл өзіміз жалқау екенбіз, мақұл өзіміз білімсіз екенбіз, мақұл өзіміз жалады екенбіз, мақұл өзіміз ақша табуды білмейді екенбіз. Мен сұрақ қойайыншы, мақұл сізде соның барлығы бар да, енді мына сұрақ қойайыншы, кімге сеніп жүрсіз, немесе неге біреуге сеніп жүрсіз? Енді сізде ол нәрсенің барлығы жоқ, адам есі дұрыс адам, менде ақша жоқ, бірақ мен мынаны сатып алғым келіп тұр дейді да, сенеді біреуге. Мамамнан аламын, папамнан аламын, болмаса күйеуімнен аламын. Та біреуге бір нәрсені сеніп, ақша береді, немесе біреуге бір нәрсені сеніп, бір нәрсені істейді ғой. Кез келген нәрсенің өзінің алтын діңгегі болады. Мысалға діни сөздерді көптеген аккаунттар қай күн шығарады? Жұма күні шығарады. Потому что жұма күндердің сұлтаны, ең мықты, ол күні ол бір Алланың қалауымен көптеген тілектер қабыл болатын уақыттар бар. Ол оның алтын діңгегі, Мысалы, сентябрьдің киімдері не үшін сентябрьге жақын уақытта келеді? Мектеп басталады деген сияқты бір нәрсенің алтын діңгегі болады. Значит, сіз бір нәрсені істейсіз, бір нәрсеге сүйеніп, бір нәрсені жасамайсыз, бір нәрсеге тағы да сүйеніп. Енді мен сіздерге сұрақ қояйын. Мақұл, неге ақша таппаймыз дедік? Жалқаумыз дедік, біз өзімізге сенімсіздік дедік, біз ұяламыз дедік, сатуды білмейміз дедік. Енді мақұл, біз енді кімге сеніп жүріп, біздің орнымызда продажа кім ұйымдастырады? Маған сол сұраққа жауап беріңіздер. Мен өзіме сенем, анама, әкеме сенем, бауырларыма. Мақұл, сіз өзіңізге сенгеніңіз болсын, анаңызға, әкеңізге, бауырларыңызға сендіңіз. Енді олар сізге не істеп беріп жатыр? Маған сол сұраққа жауап беріңізші. Сіздің продажаңыз ұйымдастыру үшін, сізге клиент табу үшін олар не істеп жатыр? Қыздар, жауап берейік. Кімге сеніп жүрсіздер? Не болмаса, не нәрсеге сеніп жүрсіздер? СММ мамандарға жүгінемін дейді. СММ маманға жүгінесіз. СММ маманға қай жағынан жүгінесіз? Ол СММ маманға да жүгіне беруден ол пайда жоқ одан. Просто СММ маман ол сіздің СММ маманыңыз, ол бәрібір ол салады, сіз сияқты білмейді ғой. Mesela СММ курсын меңгергем дейді. Меңгеремін. Енді сіз бұл жерде получается өзіңізге сену керек болып тұрсыз ғой. Дұрыс па? Сіз оқисыз, оны сіз сатасыз, продажаны сіз ұйымдастырасыз ғой. Жарнамалауға дейді. Енді жарнамалау үшін де бір нәрсеге біреу арқылы жарнамалайсыз ғой сіз. Клиенттерге де сену керек дейді. Клиентке сену үшін, клиенттің сенімінен шығу үшін сіз бір әрекет жасау керек шығарсыз. Әкем мен анам өзіме дейді. Әкеңізге, анаңызға не нәрсеге сенесіз? Мен біреуге сене бергендіктен өзіме де сене білмеймін деп ойлаймын дейді. Өзіме сенем, ешкімге түсінбеймін, өзімнен басқа ешкім бермейді. Тақ жауап берейік. Тез өзіме сенем дейді. Мақұл қыздар, енді өздеріңізге сеніп жүргенсіздер, өздеріңізге сеніп не жұмыс жасап жатырсыздар? Маған соны айтыңыздаршы, өздеріңізге сендіңіздер, өзіңізге сеніп не жұмыс жасап жатырсыз? Әке шешеңізге сендіңіз, әке шешеңіз не жұмыс жасап жатыр? СММ маманға сендіңіз, СММ маман не жұмыс жасап жатыр? Маған соған жауап беріңіздерші. Просто қазір мен бұл нәрсенің барлығын не үшін әкеле жатқанымды прямой эфирдің бір соңғы жағында миларыңызға тағы тестер. Саламатсыз ба? Қай курстың бағасы сұрап отырсыз, Данабай? Дұрыс, өзіне сену керек. Адам деген
негізі ең асылы, ең дұрысы адам деген өзіне сеніммен келген кезде адам деген өзіне сену керек. Өзіңізден басқа ешкім сізге ондай мүмкіндік жасамайды, өзіңізден басқа ешкім сізге ондай нәрсе бермейді. Мындайда қыздар қараңыздар, менде осы уақытқа дейінгі не үшін сіз табыс таба алмай жүрсіз, не үшін сіз бұндай нәрсе жасап жатырсыз, қалай сату керек, товардың дұрыс бағасын шығару, услуганы көрсету деген нәрселерде мен қанша прямой эфир ұйымдастырғанмын. Мен білем, мен февраль айынан, ақпан айынан бастап осы тақырыпқа қателеспесем бір 6 рет 7 рет прямой эфир өткізгенмін ше. И всегда бәрінде сол сұрақ. И бүгінгі тақырыпты мен тағы да соны қойдым. Бірақ сіздер білсеңіздер, бүгінгі прямой эфир ерекше өтіп жатыр. Мен олай істерге, мына заттың бағасы себестоимость мынанша теңге болады, мынаның бағасын есептейсіз, шығарасыз, орташа чек ешнәрсе жасап жатқан жоқпын. Потому что не үшін? Мен қазір сіздер білесіздер, космостың авторский курс жүргізіп жатырмын. Жаңағыдай 50 000 теңге табысқа жеткіземін дегендерім бар. Одан бөлек осы уақытқа дейінгі жүргізген 5-6 прямой эфирінің нәтижесі бар. Адамдар не үшін ақша таба алмайды деген нәрсені мен одан да бөлек бір-екі психологтармен сөйлесіп, келісе отырып, мен бүгін сіздерге басқаша подача беріп жатырмын. Сіздер сәл түсінбей қалмаңыздар. Ойым шатасып кетті ғой дейді, өзіме табыс табамыз торт пісіріп дейді, өзіме сенемін. Дұрыс. Тағы жауап берейік, қыздар, жауап берейік. Тағы жауап берейік. Қыздар, мынандай ғой, мында қараңыздар, мен жаңа не үшін қойып жатырмын сіздерге, бастапқы прямой эфирді не үшін айттым, сіз қазір не мақсатта прямой эфирді көріп отырсыз деген сұрақ қойдым. Оның мақсаты шаш әсемді әсемдейм дейді. Что? Қыздар, мынандай нәрсе болады, мына қараңыздаршы, біз прямой эфирдің ең қызық жеріне келдік. Что жеріне келдік, бүгін мен сіздермен бір от души отырып сөйлесем прямой эфирде. Мен бағанан бері сіздерден сұрап жатырмын, қалай сіз не үшін табыс таппай жатырсыздар, қазіргі прямой эфирға не үшін кірдіңіз деген кезде, мысалға, маған да жауап берді, бірақ мен именно сол сұрақты қойған кезде бұл жерде 20-дан астам адам отыр, бірақ маған 20-дан астам ответ келген жоқ. Просто біреулер тупо қарап отыр, олар не үшін қарап отыр? Қарап отқан кісілер өздерінің прямой эфирге не үшін кіріп отқанын да білмейді. Мен екінші слайдты не үшін қойдым? Мен сіздердің мақсаттарыңызды анықтап бердім. Біреу ақша үшін, біреу сынау үшін, біреу пайдалы ақпарат алу үшін, біреулер ақшаға да пайдалы ақпараттарға да қарау үшін, біреу әшейін тупо отыр, біреулер не үшін отқанын білмейді, біреулер даже мен аккаунтымда бар екен енді біліп жатқан адамдар бірінші рет кіріп отыруы мүмкін менің прямой эфиріме. Оказывается, мен осындай адамға жазылған екенмін ғой деген ниетпенше. Мен жаңа қайталап өттім ғой, кез келген нәрседе мақсат болады. Қыздар, ақша деген нәрсе сіздер не үшін таба алмайсыздар? Мен сіздерге ең бірінші айтайын ба, не үшін сіздер ақша таба алмайсыздар? Потому что ол нәрсе менің де басымнан өткен. Мен де когда-то ақша таппағанмын. Опыт келін жарнамасынан келдім, сұрағыма жауап алсам дейді. Данабай қызо жаза беріңіз, қазір сізге жауап беремін. Болмаған басқа ешкімге сенбеймін дейді. Қандай сұрақ жаңа кіріп едім. Қыздар, мен мына жерде қазір жаза беріңіздер, мен андай қыламын, сіздерге жауап беремін, Араймен жалғастырайық. Мен солай сіздердің ара жіктеріңізді бөліп бердім. Мақсаты не адам деген қалай болу керек? Сіздерге айтайын ба, не үшін сіздер ақша таппай жүрсіздер? Кезінде мен не үшін ақша таппағанмын? Мысалға, мына жерде қарасам жазып жатсыздар. Мен торт пісіремін, мен қолөнерді оқығанмын. Мысалға, бізде де бар, біздің курста оқып кеткен, бірақ әлі ақша таппай жүрген адамдар бар. Мына жерде енді мен қазір бір кісінің атын айтпай қояйын. Менде Космос өзімнің авторский курсында жазылған бір кісі мен айтып жатырмын да, сіз менің осы авторский курсқа жазылған зат үйреніңіз десе, мен базовый курсқа жазылғам дейді. Ойлаңыздаршы, біз базовый курста 20-дан астам әшекей бұйым үйретеміз да. И в основном базовый курста оқып жүрген қыздар уже ол уақытта ақша тауып қоя алатындай мүмкіншілік бар ол қыздарда. Ол кісі әлі вообще ақша таппаған, мен айтамын, сізде не себеп десем, и мен ол нәрсені сатуға ұяламын дейді да. Бірінші, бұл жерде ұялшақтық, сенімсіздік. Қыздар, вообще-то ең бірінші керек нәрсе ол адамға сенімділік. Пожалуйста, мен айтып жатқан нәрсені шынымен де қолданыңыздар, ручка, дәптер, парақ алып жазыңыздаршы, потому что мен сіздерге реально өзімнің басымнан өткен, мен өзім қолданған нәрсені айтайын деп отырмын. Болмаса мына эфирді сақтап алыңыздар. Жаңағыдай запись экранына бір нәрсе қойып эфир сақтап алыңыздар. Ең бірінші нәрсе сенімсіздік, екінші нәрсе фокус. Фокус деген не ол? Фокус деген нәрсе всегда ақшаны ойлап кетпеу керек. Біздің фокусымыздың барлығы сізге ақша қай уақытта келеді,
сіз ақша туралы ойламаған кезде, сіз сапа туралы ойлаған кезде сіздерге ақша келеді. Ол кез келген нәрседе қазіргі кезде дамыған заманда конкуренция өте көп, конкуренция өте көп. Кез келген салада конкуренция көп. Мен сәл шешейінші, ыстықтап кеттім, мына жер ыстық болып кетті. Сіздерге энергиямен айтып жатыр ау, что-то ыстықтап кеттім ғой. Кез келген салада конкуренция көп, конкуренция өте көп. Ол сіздің торт пісіру болсын, ол сізде әшекей бұйымда болсын, ол сізде сурет салуда болсын, кез келген салада конкуренция өте көп. Ал енді сіз басқа конкуренттерден қалай ерекшеленесіз сіздің сапаңызда? Егер де сіз ақша үшін жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз түптің түбінде сіз ақшаның құлы боласыз, түптің түбінде. Потому что менің басым ол нәрсе өткен қыздар, ол рас. Адам ол нәрсенің бәрінің басынан өтпей, адам өзі сол нәрсе. Когда-то мен де кезінде бүкіл фокусын ақшаға қойып жүргем. Ақша болса, затын бас қаншең ойым, ақша деп кеттім. И мен қарап тұрсам, мен тек ақшада менің фокусым. И мен ақшам всегда андай болады. Қанша теңге тапсам да, ол менде азайып қала береді. Ал уже мен когда фокусты өзгерттім, мен фокусты сапаға қойдым. Мен ақша үшін жұмыс жасаған жоқпын. Мендегі фокус ақша болған жоқ. Мендегі фокус сапа болды. Мендегі фокусым сапалы өнім болды. Мен даже кезінде кейбір адамдарға тегін жұмыс істедім, өз-өзімді анықтау үшін, дәлелдеу үшін. Ал вот қазір менің фокусым ақшада емес. Аллаға шүкір, маған ақша келеді да. Қыздар, түсіндіңіздер ме? Фокус деген ол өте үлкен нәрсе. Мынандай нәрсе болады да, сіз өзіңіздің фокусыңызды ақшаға қоясыз ба? Мысалға, сіз осы айда 300 000 теңге табу керекпін. Мен осы айда кредитім бар, мен анауым бар, мынауым бар. Сіз настроениеңіз нормально болып жүреді, настроениеңіз нормально күшті болып жүреді. И сіз ақшаны ойлаған кезде сіздің настроениеңіз резко төмен түсіп кетеді. Ондай нәрсе болады, бәрінде болады. Көрдіңіз ба? Потому что сіздің фокусыңыз ақшада, сіз всегда ақшада емес. Бүгін маған мынаған ақша керек, бүгін маған анаған ақша керек. Ақша. И сіздің ақшаңыз жоқ екенін, ақшаңыз сізге керек екендігін, ақшаның сондай қажет екенін сезінген кезде сіздің күшті настроениеңіздің бәрі төмен түсіп кетеді. Ал енді адамның ішкі рухы мен сыртқы состояниесі ол бір-біріне қатты байланысқан нәрсе. Сіз уже сіздің настроениеңіз түсіп кетті ма, сіздің бизнесіңіз жүрмейді. Сіз сол күнге келген клиенттермен дұрыс сөйлеспейсіз, сіз бала-шағаңызбен ұрсасыз, сіз үйіңізде күйеуіңізбен ұрсасыз, әке-шешеңізбен, ата-анаңызбен ұрсасыз. Потому что не үшін? Сіздің ішкі состояниеңіз түсіп кеткен. Ал енді сіздің ішкі состояниеңіз қай жақтан түсіп кеткен? Сіздің ішкі состояниеңіз сіз фокусты жоғалтқан кезде түсіп кеткен. Сіздің барлық фокусыңыз ақшада. Мен осынша ақша табу керекпін дедіңіз, мен осынша ақша дедіңіз, ақшада қанша, дұрыс па? Сіз сол күн сонша ақша таба алмай қалдыңыз. Болмаса сіздің ақшаңыз азайып кетті. Ақшаға байланысты бір келеңсіз оқиғалар болған кезде автоматты түрде сіздің настроениеңіз түсіп кетеді. Ал уже настроениеңіз, сіздің ішкі состояниеңіз түсіп кеткен кезде сізде ол күн ешқандай продажа болмайды. Көрдіңіз ба? Потому что қыздар, құрметті ханымдар, шәкірттерім, ол нәрсе сіздің нәрсеңіз. Ол нәрсе сіз істеп жатқан, мақұлсыз торт пісіріңіз, мақұлсыз қолөнермен айналысыңыз, мақұлсыз мынандай бір сок істеңіз, сіз любой нәрсе істеңіз, ол сіздің ішкі жан дүниеңізден, мына ішкі әлеміңізден шыққан нәрсе. Ол нәрсе тікелей сізге байланысты болады. Араларыңызда баласы бар адамдар болатын болса, не үшін айтады? Бизнес это как ребенка деп. Сіз балаңыздың температура беріп жатқан, балаңыз ауырып жатқан, ананың жүрегі сезеді деп айтама, ана мен баланың жүрегі сезеді деп айтама, сіздің бизнесіңіз тура солай. Сіздің бизнесіңіз, сіздің настроениеңіз зор, керемет, жаңағыдай жүрегіңіз бір жарқырап, бетіңізден шуақ, көзіңізден нұр шашырап тұра ма, сіздің бизнесіңіз алға қарай жүреді. Ал егер де сіз настроениеңіз жоқ, анамдармен ұрсу, анамен ұрсу, мынамен ұрсу бола ма, ол сіздің бизнесіңіз ғой, ол сіздің бір мүшеңіз. Мысалға, сіз настроениеңіз жоқ, жылаватсыз, дұрыс па? Сіз жылаватсыз, көзіңізден жас шығады, бетіңіз ыржияды, тыржияды, аузыңыз бұрчияды, дене мүшеңіз бәрімен взаимодействие. Тура сол сияқты сіз настроениеңіз жылаватсыз ба? Сіздің бизнесіңіз, ол сіздің бетіңіз, ол сіздің көзіңіз емес, ол сіздің қасыңыз сияқты, как будто бір дене мүшеңіз ретінде көріңіздер да ол нәрсені. Ол сіздің ғана затыңыз, ол нәрсені сізден артық ешкім сезіне алмайды, и сізден артық ол нәрсені ешкім керемет жасай алмайды, и сізден артық ол нәрсені ешкім керемет жасай алмайды, и ешкім оны сізден артық сезіне де алмайды. Ол жерде главный рөлде сізсіз. Сіз корольсіз, сіз капитан командасыз, сіз лидерсіз, бәр нәрсе сізге байланысты. Ал енді сіз ол нәрсені солай мықты жүргізу үшін сіз фокусты жоғалтпау керексіз да. Көрдіңіздер ма? Ол нәрсе менде де болған. Мен де кезінде бүкіл фокусымды ақшаға қойғам. И мен ақшаны ойлаймын,
ком услуга келет, айлық беру керек болады қыздарға, ана қарыздар, жанаманы шығындар, мен ақшаны ойлай берем, мен настроение түсіп кетеді. Ағаза мен ұйқымнан тұрамын, маған менеджер звондайды, бүгін ком услуга көмекшіміз звондайды, бүгін аренда келіп қалды, айлық беру керек, жарнаманың ақшасы, ананың мынаның ақшасы. Мен ойлаймын ғой, жинап қойған ақшам таусылады. Мен айтамын да, мен настроением түседі. Менің настроением түсе ма? Ол менің бизнесім ғой, ол менің балам, оны мен сияқты ешкім сезіне алмайды, мен сияқты ешкім жақсы көре алмайды. Уже менің фокустың барлығы ақшада, мен ақшаны ойлаймын, мен настроением түсіп кетеді. Мен настроением түскен кезде мен барамын, командамен бірге мен ұрысып қалуым мүмкін, мен болмаса әке-шешеммен ұрысып қалуым мүмкін, мен болмаса подружкаларыммен ұрысып қалуым мүмкін. Сол күні мен настроением жоқ болып мен офисқа кіремін. Ал уже мен ол жердегі офистағы главный менмін ба, тура сол сияқты сізсіз. Сіздер ойламаңыздар, енді мен қазір офлайн жүйеде айтып отырмын, онлайн жүйеде сіз ойламаңыз, клиент сізге ақшасын беріп жатқан кезде продажа басылады деп ойламаңыз, қыздар. Ни в коем случае клиент сізге ақшаны беріп жатқан кезде продажа басталмайды. Ол кезде продажа жабылады, қыздар. Ол кезде продажа басталмайды, продажа жабылады. Продажа қай уақытта жабылады? Клиент сізге ақша берген уақытта жабылады. Ал продажа сізге қай уақытта басталады? Сізді инстаграмнан парақшаңызды көрген уақытта уже адамда сізде продажа басталып кетеді. Мен айтып тұрмын ғой, сіздің фокусыңыз, сіздің ішкі состояниеңіз, сіздің жүрегіңіз ауырып тұр, көзіңіз, жанарыңыз нұрланып тұрмайды ғой, дұрыс па? Потому что не үшін оның барлығы сіздің организм бір-бірімен связаны. Тура сіздің бизнесіңіз де тура солай, ол сіздің бір органыңыз. Сіздің настроениеңіз жоқ па? Қолыңызда бір нәрсе тық етіп тиіп кетті, не істейсіз? Айбай деп қолыңызды тістейсіз. Айбай, қараңыздаршы, уже менде морщиндер пайда болып жатыр, көзім дәуіп кетті, уже жүрегім зырқ етті, денем нормально битіп қалдым, организм бірімен байланысты болып тұр. Тура сол сияқты сіздің настроениеңіз жоқ болып тұрады ма? Сіздің жаңағы бизнесіңіз, сіздің бір органыңыз, сол уақытта сізге клиент жазып жатыр ма? Хочешь, не хочешь, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сіздің ішкі энергияңыз арғы беттегі клиентке беріледі. Сіз ойлауыңыз ғой, ол мен көріп тұрған жоқ деп. Ол сізді көрмей-ақ қойсын, ол сізді көру не важно. Бұл жерде сіздің ішкі состояниеңіз, сіздің ішкі рухыңыз, сіздің фокусыңыз. Түсіндіңіздер ма? Біз всегда не үшін ақшаны таппаймыз? Мақұл біліміміз бар. Мақұл сіз менің курсымда оқып жатырсыз. Ең бірінші проблема, біз бәріміз фокусты ақшаға қоямыз. Ал уже сіздің фокусыңыз өзгере ма? Сізге ақша өзінен өзі келеді. Ол рас нәрсе. Енді мен сіздерге айтпаймын, ақша өзінен өзі аспаннан бүйтіп түсе салады деп. Ешқашан ақша аспаннан түспейді. Енді бір нем айтатын еді, Құдайдың да көзі бар ғой, Алланың да көзі бар ғой деп. Көзі бар ғой, көріп тұрып сіздің еңбегіңізге сәйкес береді. Просто мен не үшін фокусты өзгерту керек деп жатырмын. Сіздің фокусыңыз не нәрседе, сол нәрсе сіздің ішкі рухыңызды төмен қарай түсіріп жібереді, ішкі рухыңызды. Ішкі рухыңыз сіздің төмен түссе, ол нәрсені көтеру қиын болады. Сіздің ішкі рухыңыз төмен түсе ма? Вот сіздің сенімсіздігіңіз, сіздің жалқаулығыңыз, сіздің ұйқышаңдығыңыз, сіздің білімсіздігіңіз, сіздің білімге құмар болмауыңыздың барлығының түпкі себебі сіздің ішкі рухыңыз төмен түсіп кеткендіктен. Түсіндіңіздер ма? Ал ішкі рухты мықты болу үшін сізде фокусты өзгерту керек. Ең бірінші тапсырма, қыздар, жандарым, сүйікті мен оқырмандарым, бүгіннен бастап фокусты өзгертіңіздерші. Фокусты өзгертесіз, и всегда байқалады уже басқа нәрсе өзгеріп жатқандығы, басқа нәрсе болып жатқандығы, оның барлығы өзгереді, сіз уже фокусыңызды өзгертіп жатқан кезде. Сол үшін бірінші очередте фокусты өзгерту керек. Екінші нәрсе, фокусты өзгерткен кезде сапалы затқа сұраныс та көп болады. Әрине сапалы затқа сұраныс көп болады. Сосын мейлінше элиталар үшін жұмыс жасасаңыз, ол сізге вообще супер болады. Сосын екінші нәрсе мен сіздерге айтайын. Мына нәрсе болады тағында, мына қараңыздар. Қалай энергия таусылмайды дейді. Сіз фокусты өзгерткен кезде, енді қараңыздар, сіздерге энергия беретін, сіздің көзіңізді нұрландыратын, сізге отта, шуақта беретін бірақ нәрсе бар. Ол сіздің мақсатыңыз. Қараңызшы, сіздің мақсатыңызды ойлаған кезде ешкімді ойлай алмау керексіз. Мен өткенде ғана менің бір менеджерім айтады маған, сіз күніне 2-3 сағат ғана ұйықтап жүрсіз ғой, қалай сіз шаршамайсыз дейді. Мен айтамын да, мен шаршаймын, мен де пендемін, менің де басымда куча проблема бар. Барында бар проблема, менде де бар. Бірақ мен не үшін шаршамаймын? Потому что менің мақсатым бар. Сіздің мақсатыңыз қандай, сізде реально мақсат болатын болса, карта, через карта.
Жоқ, біз қазір 10 минуттан кейін келіңізші, иә? Бізде касса жабылып жатыр да. Қазір 1 минут күте тұрыңыздар, мен аны төлеп жатырмын, маған сумкамды беріп жатқаныңызшы. Қазір 1 минут күте тұрыңыздар. Шүкірлікті қалай көтеруге болады? Қазір мен жауап беретін боламын. Мына жерде касса жабылып жатыр, мен счет төлей салайын қазір. Болды. Сіз прям мақсатыңызды ойлаған кезде, сіздің мақсатыңыз, реально мақсат өзі екі бөлінеді негізі. Біреуі реально мақсат, біреуі нереально мақсат, ше. Реально мақсат, нереально мақсат. Адамда өтірік мақсаты бар адамдар, олар ұқтап қалады, шаршап қалады. Ал вот сіздің мақсатыңыз бола ма? Сіз ұйықтаған кезде, сіз қиналған кезде, сізге туысқандарыңыз күлген кезде, сіздің ең жақын адамдарыңыз сіздің үстіңізден прикол тастаған кезде, сізге клиенттер жоқ деген кезде, сіздің жасап жатқан дүниеңізді туфта деген кезде, сіз шаршаған кезде, жылағыңыз келген кезде, жаңағыдай кейбір кезде ешкімге көрсетпей жылап алатын кезіңізде, мен әлі саған көрсетем, мен сендерге көрсетем деген кездің бәрінде, ұйықтағыңыз келген кезде, азанда будильник шырылдаған кезде, бүйтіп қарап жанындағы тихо деген кнопкасын баса салатын кездердің барлығында сіздің мақсатыңыз бар болатын болса, соның барлығын сіз ұмытастағанда просто мақсатыңызды көресіз. Просто мақсатыңызды көресіз. Например, сіз азанда тұрдыңыз, балаңызды алып алдыңыз да садикке апара жатырсыз. Немесе сіз азанда тұрдыңыз, университетке сабаққа бара жатырсыз, бірінші парға үлгере алмай бара жатырсыз, е? Болмаса жаңағыдай баласы барларға баласы садикке апара жатыр, ары қарай жұмысқа кету керек. Ал енді жаңағыдай біреулер бар, университетке сабаққа бару керек, бірінші парға асығып кетіп бара жатыр. Екі адамда келе жатыр да жолда құлап қалдыңыз, ше? Жолда құлап қалдыңыз. Не істейсіз? Тупо жолда құлап қалдыңыз, сүрініп қалдыңыз ішіне қарай. Ай, мен сүрініп қалдым, Құдай-ай, ендігі не болады деп отпайсыз ғой. Орныңыздан тұрастағында үсті басыңыз бәрін қағыластағында қайтып садикке бару керек болса садикке, қайтып университетке бару керек болса университетке барасыз. Не үшін барасыз сіз? Не үшін орныңыздан сразу тұрып үстіңіз қағып жатырсыз? Потому что сізде дальнейший мақсат бар. Сіздің А нүктеңіз үйіңіз болса, Б нүктеңіз сіздің ары қарайғы садик, болмаса мектептегі, университеттегі бірінші пар, бірінші сабақ. Сіздің мақсатыңыз бар. Сіз жолда құлап қалыңыз, сіз жолда жаңбыр жаусын, сіз жолда такси алмай кетсін, 10-шы такси тоқтаса да, 20-шы такси тоқтаса да, сіз сол таксиді тоқтатып, құлап қалсаңыз да, үстіңізді қағып, жаңбыр жауса да, ары қарай жүгіріп, басыңызда фартфолияңызды, болмаса сумкаңызды қойып, сол жерге барасыз. Не үшін? Потому что сіздің мақсатыңыз бар. Көрдіңіздер ма? Вот сіздің өмірдегі реально мақсат деген осы сіздің нақты. Реально нереально мақсат деген, реально нереально деген рас екен. Конечно, рас. Ал сіз әшейін андай нәрсе болады да, көп адамда екінші нәрсе болады да, қой бер, егер де мына нәрсе болмай қалса, мен мына нәрсені істей аламын деген нәрсе. Вот мына нәрсе болмай қалса, мен мына нәрсені істей аламын деп айтасыз ба? Болды, мен сіздерге айтамын, сол жерде біттіңіз ғой, сіз құладыңыз. Сіз мына нәрсені істемейсіз да. Вот мына нәрсе бар ғой деп осы нәрсені істей саласыз. Потому что сізде бар да, сіз уже ана нәрсе болмаса, нәрсені істей аламын, болды. Қой берші деген. Көрдіңіз ба, сіздің мақсатыңыз реально. Ал егерде сіздің реально мақсатыңыз бар болса, ол сізді всегда қамшылайды. Всегда қамшылайды. Жаңа сіздің біреу күлген кезде, сіздің ұйқыңыз қанбаған кезде, мысалға мен де пендемін, мен сіздерге реально айтайыншы, шынымен айтайыншы, сіздерге бір ағымнан жарылып. Мен бір апта болды, мен күнде қай сағат тоқтап жүр деп ойлайсыздар? 2-3 сағат болды. 2-3 сағат. Не үшін мен 2-3 сағат тоқтаймын? Потому что менің мақсатым бар да, менің арманым бар, менің желаниям бар. Мен жаңағыдай бір өзім қалған кезде, мен үстімнен біреу күлген кезде, мен біреуге жаңағыдай бір нәрсе айтып жатқан кезде, ой, сенікі туфта ғой, қой сен қоя жаз, соны сондай бағаға сатып жатсың ба, бұны кім тағады, бұны кім алады, сөйтіп жатсың ба сен? Маған да мысалға айтады, сіздер мен ученицамсыздар, и барлық ученицалар аймен күн емес қой, барлық оның арасында пендесі болады. Ой, сіз осы нәрсені үйретіп жатсыз ба дейді. Біреу, ой, рахмет, үлкен сізге деп, біреу айтады, ой, осы нәрсені үйреттіңіз ба, сондағы сонша үйретіп жатқаныңыз осы-ақ нәрсе ма дейді. Адамдар любой нәрсе болады. Вот сондай нәрсенің бәрінде сіздер ойлайсыздар ма, мысалға маған келіп жатқан ученица, сіз осының арасында біреулеріңіз рахмет, Алла риза болсын, менің еңбегімді бағалап жатырсыздар, рахмет, керемет, еңбегіңіз жаңасын деп нарсына лайк басып жүріп қаласыздар, сіздерге рахмет, от души, Алла риза болсын. Ал енді барлығы сияқты деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ой, сен істеп жатқаның осы ма? Сен лақатронсың, сен арамысың, сен өтірікшісің, осы ақша желкеңнен шықсын деп мені қарғап істейтін ученицаларда куча жандарым менің. И соның барлығын айтып жатқанда емен қоя салуға болады ғой. Ойбай, мен маған сол сөйтіп айтты деп мен жылауыма болады ғой. Ал мен не үшін жыламаймын?
мен сол адам маған сөйтіп айтты екен деп мен лаққа тұрамын деп отыра алмаймын ғой. Не үшін мен тоқтап қалмаймын? Потому что менің Б нүктем бар, менің жаңағыдай балам мен садикқа бару керек, немесе мектепке бару керек деген сияқты менің мақсатым бар. Мақсат болмаған кезде сіздерде еш нәрсе болмайды, қыздар. Сол үшін мақсатыңыз конкретно, ясно, четко болу керек қой. Даже сіздің әке-шешеңіз балаңызды ұмытып кете алатындай мақсат болу керек қой. Мақсатты ойлаған кезде сіздің мақсатыңыз сізге энергия, шабыт беретін болу керек. Сізді қанаттандыру керек болу керек. Бүкіл әлем теріс айналып, мен біттім, талдым, уф деген кезде де мақсатыңызды ойлаған кезде жылап тұрсыз ба, көзіңізден жас сорғалап ағып жатыр ма? Мақсатыңызды ойлаған кезде бетіңізге күлкі үйірілу керек. Ол сізді қанаттандыру керек, шабыттандыру керек. Вот көрдіңіз ба? Сол уақытта сіздер ақша табасыздар. Вот осы нәрсенің барлығы менен өткен. Менің периодым осы. Осы нәрсенің арқасында менде де қазір күнде проблема болады. Осы прямой эфирде менде дайректте қазір хаттар келеді. Ой, сіз үйтіп айттыңыз, бүйтіп айттыңыз, анаусыз, мынаусыз деген. Ол нәрсе болады. Ол нәрсе қоршаған орта. Ол сіз біреуді өзгертпей қойыңыз, ол біреуді өзгертудің қажеті жоқ. Ол адамды өзгертем дегенше өзіңіздің өміріңіздің жарты өзгеріп кетеді. Шындығына, асылына келген кезде сол біреу айтты екен деп сіз сондай адам болып қалмайсыз ғой, дұрыс па? Сол үшін де құрметті қыздарым, жандарым, ең бірінші ақша табу үшін фокусты өзгерту керек. Екінші нәрсе, нақты алдыңызға жесткий план қою керек. Орындала алатын план қою керек. Қазір 25 мың теңге тауып жүрсеңіз, болды мен 300 мың теңге табам деген план қоймау керек та. Это нереально ғой, расымен де ғой, шынымен ғой, дұрыс па? 25 мың теңге тауып жүрсеңіз, 50 мың теңге реально нәрсе таба аласыз. 75 мың теңгені бүйтіп қиналсаңыз, сәл жаныңызды қинасаңыз таба аласыз. Дұрыс па? Енді 100 мың теңге айтпай қояйын. 2 есе 3 есе көп табыс таба аласыз. Шынымен де Құдайдың да көзі бар ғой, еңбегіңіз бар ғой. Сондай нәрсе болу керек. Әрине проблемасыз адам жоқ мына заманда дейді. Қашан басталады сұрақ қою дейді. Кеш жарық Лейла ханым, осы ПЭ сақтап қоя аласыз ба? Қайтадан тыңдай алмадым. Қыздар, мен прямой эфирім сақталмайды, ренжімеңіздерші. Я адамдар мысалы брошканы қалай тігілуін білмейді, бірақ қымбат деп жатады дейді. Қымбат деген адам үшін всегда қымбат. Мен сіздерге бір нәрсе айтайыншы, ондай да клиенттер болады. Рахмет, Алланың бергені, енді еңбектен қыталған деп ойлаймын. Мен өткенде ауырып қалдым, өздеріңіз білесіздер, сабақтар тоқтады. Мен именно өзімнің жеке лишний өзім жүретін сабақтар, авторский курстарым тоқтады. Космос тоқтады, мысалға сутуар тоқтады бізде. Мен денсаулық жағдайыма байланысты, иә. Сол кезде маған бір кісі заказ бергенше, и ол кісі мені ауырып біткенше күтті. И мен айттым, хотя бы давайте ақшаңызды қайтарып берейін, болмаса не істесек болады десем, жоқ, давайте сіз жазылыңыз, мен сізді күтемін, сіз істеп беріңізші депші. Ол кісіге мысалға мен қымбат баға қойдым ше. Ол кісі все равно соны алып тұр. Не үшін? Потому что сіздің еңбегіңізді бағалайтын адам ол бағалайды. Бағаламайтын адам бағаламайды. Бағаламайтын адам үшін бастап энергия кетіріп шаршамаңыздаршы. Қыздар, мен сіздерге айтайын, мен ең алғаш жұмыс істеп жатқанда андай кәдімгі ақ парақ алатынмын ше, А4 парақ алатынмын дағыны, бүйтіп төрт бұрыш қылып сатындығым ше. Сіздер ма, мен сіздерге шынымен бір секретмен бөлінсейінші, мен сол жерге 100 клетка жазғам ғой, 100 клетка жазғам. 100 клетка. И менің мақсатым бір айдың ішінде сол клетканы толтыру болатын. Қалай толтыру? Мен жоқ деген адамдар айтатын тұғымын. Мен всегда жарнама берем. Өткенде прямой эфир жазып жатырмын да, адамдарға айтыңыз, өзіңіз ұсыныңыз десем айтады маған. Бір 5 адам ұсынады тағыны, мен 5 адам айтты, мен ешкім алмайды дейді. 5 адам ұсынса, конечно, сізден кім алады оны? Сәл еңбек етсеңіздер, барлық жерде еңбексіз ақша жоқ қой, қыздар. Ақша аспаннан түспейді. Ақша аспаннан түсе беретін болса, бәріміз байып кете салатын еді. Шынымен ғой. Ақша аспаннан түсетін болса, мен қазір күніне 2 сағат 3 сағат ұйықтап жүрсем, мен вообще ұйықтамайтын едім. Аспаннан Құдайдан ақша тілеп отыра беретін едім. Еңбек ету керек қой, любой нәрседе еңбек бар ғой. Мен сіздерге айтпаймын, ақша келмейді, ақша еңбексіз келмейді деп айтпаймын. Ақша келеді, бірақ ақша еңбекпен келеді. Просто сол еңбек ету барысында адам деген сынып қалмау керек та, фокусты жоғалтып алмау керек. Ал ол сынып қалмау, фокусты жоғалтпау үшін сіздің фокусыңыз тура, мақсатыңыз айқын, қадамыңыз нық болу керек. Өзіңізге уверенность болу керек. Уверенный адам, сенімді адамның фокусы мықты болады. Ал фокус мықты болған адамның рухани ол көтеріледі. Рухы мықты болу керек, ішкі состояние түсіріп алмау керек. Жаңа бір айтты ғой, ішкі состояние, сыртқы состояние деген нәрсені.
ішкі состояние, сыртқы состояние деген нәрсе айттым ғой жаңа, түсініп тұрсыздар ғой жалпы тренингтердің мақсатын. Жалпы сондай қыздар. И сол кісі айтады да жаңағыдай, мен не айтып жатқан едім, жаңа кісі айтып жатыр да, ол кісі мені алды, и ол бағала сол жаңағы мен жоқ дегендер толтыратын тұғын. Бірінші айда менде алғашқы 2 аптада жоқ деген нәрсе толып қалған, даже 1 аптада. Уже екінші айда 2 аптада, үшінші айда 3 аптада, даже мен білем 5 ай өткеннен кейін қыздар 1 айдың ішінде мен жоқ деген нәрсені толтыра алмай кеткен тұғын. Вообще толмайтын тұғын. 10, 15, 20 болып. Менің мақсатым сол отказ ету да, жоқ деген нәрсе естісем ғой. Уже мен ары қарай дамыдым, шынықтым. И маған клиенттер отказ етіп жатыр. Барлық клиент маған я деп айта береді да. Көрдіңіз ба? Мақсат, мен жестко мақсат қойдым. 1 айдың ішінде мен 100 адамнан жоқ деген нәрсе естимін. Мен жоқ деген отказ естимін деп. Әрбір отказ сізді шынықтырады. Әрбір отказ естіген сайын сіз мықты боласыз. Әрбір отказ сіздің $1. Мен өзіме солай айтатын тұғым. Болат, мына отказ менің $1, мына отказ менің $1 деп. 100 отказ естім ба, менің $100 деп. Мен солай осыдан буквально 3 жыл алдын мен солай істейтін тұғынмын. Сенесіздер ма? Дұрыс мақсат қойдым мен. Мен бір апта менің жаңа менің жаңағыдай нем жоқ, тәжірибем жоқ, білімім жоқ, клиенттермен дұрыс сөйлесуді білмеймін. Уже 1 аптаның ішінде 100 адамнан жоқ деген естіп қоямын. Бірінші айда. Екінші айда уже 3 аптада толатын болды. Үшінші, төртінші айда даже 1 айдың ішінде толмайтын тұғын. Потому что мен любой клиентке айтсам, любой клиентті сындырып ала беремін, ол маған я деген ответ береді. Не үшін? Потому что мен тоқтаусыз жұмыс істедім. Менде мақсат болды. Мен клиенттен отказ естимін деген. Мен клиенттен я деген жауап естимін деген мақсат болған жоқ менде. Мен клиенттен отказ естимін деген мақсат болды. Потому что ойбай, сен күшсізсің, сен мықтысың дей берсе, сіз дамымайсыз ғой. Жоқ, алмаймын, керек емес деген әрбір отказды естіген сайын адам шынығады. Адамда иммунитет қалыптасады. Қандай иммунитет? Отказға қарсы тұру деген иммунитет қалыптасады. Қарсылыққа, қиындыққа қарсы тұру деген иммунитет қалыптасады. Түсіндіңіздер ма? Солай мақсат қойыңыздар. Мақсаттың әртүрлісі болады ғой. Қазір кешіріңіздер, мен бір ауыз шай ішіп алайыншы. Солай. Сұрақ қою қазір басталады. Енді мына жердегі жаңағыдай бізде робот келін деген бір блогер рахмет жарнама жасап берген бізге. Енді көпшіліктердің сұрап жатсыздар, самға деген жалпы не ол деп. Осыған тоқтап кетейін. Самға деген бұл курстың аты самға. Алдыңғы жолы да мен сіздерге самға туралы айтып кеткенмін. Енді қазір мысалға осы жерде отырған көпшіліктеріңіздің проблемаларыңыз ақша таба алмау, ұялу, сатуды білмеу. Қазіргі кездегі мықты дамыған республикаларды қарайтын болсаңыз, олардың жасөспірімдерінің өзі 10-15 жасында балалар уже ақша таба бастайды. Қалай ақша таба бастайды? Оларды сол уақыттан бизнеске дамытады. Енді бізде бұрын базовый курстың ішінде арнайы самға курсы болмаған. Самға мен базовый курс екеуі мүлдем екі бөлек нәрсе. И осы самғаның ішінде андай нәрсе болады. Айтады жаңағыдайшы, менде ой болды да, базовый курста оқып жүрген біздің кішкентай жеткіншектеріміз ақша таба бастады. Кәдімгідей мен өзім таң қалдым. Айына 15 мың, 20 мың, 30 мың, 40 мың, 50, 70 мыңға дейін ақша тауып жүр 10-15 жасар қыздар. И менде ой болды да, не үшін осыларға арнайы бір мүмкіндік бермеске, не үшін орта сыйламасқа. Ойлаңызшы, 15 жасында ақша тауып жүрген бала ертең 30 жасына келген кезде сіздер сияқты отырады ма? Мен сияқты отырады ма? Мен сату білмеймін, мен ұялам, мен ақша таба алмаймын деп. Ол бала 30 жасқа келгенде миллионер болады ғой, дұрыс па? Миллионер болады, Не үшін қазір біз сондай мүмкіндікті жасамасқа деген ниетпен самға курсы ашылды. Самға курсы 1 класс пен 8 класстың, 9 класстың арасындағы қыз және ұл балаларға арналған қол өнер курсы. Бұл жерде тек детский заттар үйретілмейді. Взрослый сатылатын барлық заттар үйренеді. Бірақ бұл жерде қатып қалған заңдылық жоқ. Тек қана мектеп оқушылары емес, сіз жасыңыз 50-де болса да, сіз жасыңыз 40-та болса да, сіз жасыңыз 30-да болса да, қаласаңыз самға курсына қатыса аласыз. Самға курсының айырмашылығы неде? Базовый курста біз тек қолөнер сабақтары шеберлігі бойынша ғана сабақ беретін болсақ, ал енді бұл курста сіз ақша табудың алғашқы қадамдарын үйрететін боламыз. Мысалға, Instagram не үшін керек, оны сіз не үшін қолдану керексіз, оны дамыту үшін қандай мамандарға сүйенесіз деген секілді сұрақтың бәріне жауап береміз. Түсіндіңіздер ма? Арнайы сізде орта қалыптасады. Самға курсының артықшылығы сода. Екінші бір кереметі самға курсы.
алғашқы бізде 100 адам деген уже 50 орын сатылып кетті. Қазір бізде 40-ға орын қалды. 40 орынға қазір оплата төлеп кірсеңіздер, біз соның ішінен 10 адамға тегін фея деген коробканы тегін сыйлыққа береміз. Ол фея коробканың періште енді, ол періште коробкасының ішінде не бар? Самға курсына қажетті 100% фурнитура бар ішінде. Ойлаңыздар, керемет емес пе? 100% фурнитура. А ол 100% фурнитураны сіз басқа жақтан сатып алуыңыз мүмкін 15 000 теңге мен 30 000 теңгенің арасында. Ал біз сол мүмкіндікті сізге тегін береміз. Тегін. Ол үшін бірақ сіз алғашқы 100-ке іліну керексіз. Ілінбесеңіз сол нәрсе істемейсіз. Екінші бір артықшылығы. Алғашқы 100 адамға мен өзім өтетін болам. Лейла, Әсетілә, мен өтетін болам сіздерге. Сондықтан да самға деген осындай курс, бұның артықшылығы осы. Самға курсында базовый курста үйретілген нәрселер үйретілмейді. Бұл үшінші артықшылығы. Төртінші артықшылығы, базовый курс бізде уже жабылып қалған. Сіздер енді ол курсқа жазыла алмайсыздар. Құрметті менің жандарым, қыздарым. Самға курсының бағасы 25 900 теңге. Бірақ қазір бізде скидка болып жатыр. 75% скидкамен не бары 5900 теңге. Ол жерде сіздер 15-тен астам әшекей бұйымдар жасап үйренесіздер. Оның ішіндегі кейбір сабақтар базовый курста бар, қалған сабақтар базовый курста мүлдем жоқ. Бұл вообще зор курс болып жатыр. Бұның атының өзін айтыңыздар, самға. Бізбен бірге самғасын, биікке самғасын деген. Қазақта керемет мақал бар ғой, ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Қазірден жасөспірімдерге арнайы осындай бір мүмкіндік сыйлап, орта сыйлап, оларға жасайық деген ниетпен жасап жатырмыз. Енді менен сіздерге керемет сыйлық. Қазір осы прямой эфирдің соңында, именно осы прямой эфирдан кейін самға курсына жазылған алғашқы 15-ақ адамға мен өзімнің жеке кітапшамды сатамын. Ойбай, сатпаймын, кешіріңіздер. Тегін сыйлыққа берем. Ол жеке кітапшада не жазылған? Ол жеке кітапшаның ішінде қазіргі уақытта бізде жабылып қалған базовый курс бар ғой. Сол базовый курс детально жазылған. Соның кітапшасы. Сіздер ол кітапша сіздерде болады. Любой уақытта көресіздер, любой уақытта ашасыздар, любой уақытта оқи аласыздар. Вообще супер ғой, ойлаңыздар. Енді сіздер потому что базовый курсқа қатыса алмайсыздар. Базовый курс жабылып қалған. Алғашқы төлем төлеген тек 15 адамға ғана. Сол кітапшаны мен тегін сыйлыққа берем. Ол кітапша әлі ешқашан еш жерде жарыққа шықпаған. Ол кітапша енді ғана жазылып, дайындалып бітті. Мен сол кітапшаны сіздерге тегін берем, тегін. Ішінде бүкіл базовый курс 35-40 мың теңгеге сатқан базовый курстың білімі ішінде тегін. Алғашқы төлем төлеген 15 адамға. Ойлаңыздар, еще сіздер тегін кітапша аласыздар. Еще жаңа 40 адам ішіне кірсеңіздер, кім біледі соның ішінен тегін фурнитураны сыйлап қалуыңыз мүмкін. Қыздар, өмірде еш нәрсе тектен-тек, жайдан-жай болмайды деген рас нәрсе ғой. Еш нәрсе тектен-тек, жайдан-жай болмайды. Даже жерге бір нәрсе түсетін болса да, ол тек Алланың қалауымен болатын нәрсе. Бір жапырақ тал түссе де. Значит, сіз қазір менің прямой эфирімді көріп жатырсыз, сізде болмаса қанша жұмыс болды? Посуда жуу болды, ұйықтау болды, кітап оқу болды, кино көру болды, интернет шұқылау болды. Туысқаныңызбен әңгіме айту, подружкаңызбен әңгіме айту, күйеуіңізбен әңгіме айту, бала-шағаңызды сырттан кіргізу, телевизор көру, телесериал көру, білмеймін, кучо. Басқа көп нәрсе болды. Именно сіз не үшін менің прямой эфирімде отырсыз? Аллах Тағала сізге осы прямой эфирді қайырлы қылғандықтан, сіздің өміріңізді өзгерту үшін, немесе сіз Аллах Тағаладан сұрап жүрген бір дұғаңыздың шешімі осы прямой эфирде мүмкін болғандықтан, мүмкін мен сіз сұрап жатқан кейбір сұрақтың жауабын Аллах Тағала менің аузыма салып сізге беріп жатқан шығар. Білмеймін, каким-то образом. Бірақ сізге осы прямой эфир қайырлы болғандықтан, осы сізге дұрыс болғандықтан ғана сіз осы жерде отырсыз. А то сіз бұл жерде отпайтын едіңіз. Сол үшін әрбір істің түбінде қайыры бар, сіз үшін пайдасы бар нәрсе болғандықтан ғана сіз осы прямой эфирде отырсыз. Олай болса, қыздар, ең қызық керемет сәт, бізде 4 қана минут қалды. Дайынсыздар ма? Біз сұрақ қоюды бастаймыз. Қазір мен бірінші сұрақты қоямын. Мына жерде оқып алайыншы. Менің сұрағыма жауап бермедіңіз ғой дейді. Қандай сұрақ қойып жатсыз? Жауап андай оңай жерде нан жоқ дейді. Рас. Менің қандай сұрақ қойдыңыз? Гүлдана қайттан қойыңызшы, мен жауап беремін. Биіктен көріну, жасөспірімдерге арналған курс иншалла. Рахмет, жүрек қойып жатсыздар. Қалай жалпы бүгінгі прямой эфир сіздерге ұнап жатыр ма, қыздар? Базовый курс оқымағандар самға оқып кете алады. Самға өз алды бөлек курс. Сәукеле ешқандай курс оқымасаңыз да самғаны оқи аласыз.
мен қызым үшін төлем жасап қатыстырайыншы. Міндетті түрде қатыстырыңыз, Нұрмадина. Қазір қыздар, мен осы прямой эфирдің соңында реквизит қоямын. Міндетті түрде төлем жасаңыздар. Еще Каспер Ред те бар бізде, қыздар. Вообще супер емес па? Курс онлайн болады. Карантин бітіп, жол барлық жер нормальный болып жатса, қаланың бәрінде онлайн түрде болады. Мен жартылай төлеп қойдым. Керемет, кітап алып қалсам феяны да алу мүмкіндігі бола ма? Әрине бола береді. Бізге кітап тиісті болар, бір апта бұрын тіркелдік дейді. Я, тиісті болады. Фея қорапша бұйырса екен. Алла қаласа, шынымен тілесеңіз бұйырады. Мен жаңа қосылып жатырмын дейді. Күшті. Керемет болды, Алла риза болсын. Үлкен рахмет. Өте қуаныштымын. Базовый онлайн курс қалай болады? Базовый курс қазір бізде жабылды. Егер сіз жазылып қойған болсаңыз, индивидуальный бізде әрбір ученицамен индивидуальный подход, әрқайсымен жеке подход болады. Общий чатта болмайсыз. Сол үшін де өте түсінікті, түсінбеген кез келген сұрағыңызды кез келген уақытта мұғалімнен сұрай аласыз. Сосын қыздар, бүгінгі прямой эфиріміздің тек қана жартысы. Ертең кешке тағы да прямой эфир болады. Мен тағы да ертең кешке ақшалай сыйлықтар беремін. Бүгінгі прямой эфирдің жалғасы болады. Сол үшін ертеңгі прямой эфирді міндетті түрде көріңіздер. Қазір мен сұрақ қоямын, ақша беретін кезге жақындап қалдық. Үйреніп шықсам болды дейді. Әрине үйреніп шығасыз. Каспер Ред бар ма? Я, Каспер Ред бар. Абода үйретесіздер ме? Самода үйретеміз. Мен толық төлегенмін, өте керемет. Каспер Редпен қалай төлеуге болады? Қазір осы жерде дайректке жазсаңыз болады. Мен номерлер жазып қоямын. Сол жерде номерлерге, менеджерларға жазсаңыз болады. Барлық толық ақпарат аласыздар. Ал олай болса, қыздар, былай ақшаны қалай аласыздар? Мен қазір 3 адамға 1000 теңгеден тегін ақшалай сыйлық беремін. 3 сұрақ қоямын. Мына жерде бірінші сұрақ қойып жауап берген адамға мен ақшалай сыйлық беремін. Кешіріңіз, менде шет ұстамай жатыр, ештеңе көре алмай жатырмын. Қыздар, прямой эфирді сақтаймын, Алла қаласа, көріңіздер сонда. Мен де самғаға жазылдым, 11-ші класста өттім. Негізі осы жазда сізден оқимын ба деген офлайн түрде, бірақ карантинге байланысты қатыса алмаймын деп жүрсем, Алла арманымды орындады. Ой, керемет жаным, көрдіңіздер ма? Шынымен Аллах тағаладан қарасаңыздар сіздерге береді. Қыздар, олай болса ақшалай тегін сыйлық беретін сәтке де жеттік. Бірінші сұрақты қоямын, мына жерге сразу ответін жазыңыздар. Кім ответін жазады, мен сол кісіге қазір 1000 теңгеде ақшалай сыйлықтар салып отыратын боламын. Ал қыздар, бірінші сұрақ, мен прямой эфир басталған кезде ең бірінші қандай текстпен жазылған слайдты шығардым. Самға деген не ол деп жазылып тұрға, тура сол сияқты не деген сөз болды менің ең бірінші шығарған текстімде. Қыздар, жауап береміз, тез. Бірінші 1000 теңге кімге бұйырады екен? Еске түсіреміз. Прямой эфирда ең бірінші қандай сұрақтан бастадым мен? Молодец, Роза, бірінші эфир сізге. Мына жерде мен скриншот жасап алдым, көрсеңіздер болады. Эфирге кірген мақсатым не? Ең бірінші сұрақ сол болған. Эфирге не мақсатпен кірдіңіз? Розаның несі қалай? Роза Серікбай қызы, сізге 1000 теңге дайректке Каспиіңізді жазып жіберіңіз, қазір ақша саламыз. Екінші сұрақ, қыздар, екінші сұрақ. Ішкі состояниені түсірмес үшін мен нені өзгерту керек деп айттым сіздерге. Жазамыз, нені өзгерту керек деп айттым. Қыздар, мына жерде барлықтарыңыз дұрыс жауап беріңіздер, бірақ ең бірінші Роза жауап берді, сол үшін сол болады. Фокус дейді. Роза дұрыс жауап берді негізі. Енді бірақ Розаға бермей қояйық. Ойыңды дейді. Оймен енді фокус деген почти бір нәрсе ғой. Бірақ бәрі фокусты жауап беріпті ше. Асен Анараға берейікші. Негізі оймен фокус деген почти бір ұғым деп ойлап, сондай мақсатта жазды деген ойдамын. Анараға берейік. Бәріңіз фокус дейді. Рахмет, дұрыс жауап беріпсіздер. Қыздар, ертең давайте 3 емес 5 адамға ақшалай сыйлық берейікші. Ертеңгі прямой эфир, бүгінгі прямой эфирден де вообще от болады, зор болады. Апай бірінші дейді, мінез дейді. Жоқ, фокус қой қыздар, фокус. Енді қазір ең соңғы біздің ақшамызда алушы адам 1000 теңгенің сыйлығына қандай сұрақ қойсақ болады? Ол сұрақ былай болайғы. Былай самғаға байланысты сұрақ қояйын. Қазір 1 минут қалды қыздар. Сосын ертең жауап беріңіздер. Қазір алғашқы болып 15 адам ішінен төлеген адамға мен қандай сый берем деп айттым? Қандай сый?
менің атымнан қандай сый берем деп айттым. Алғашқы 15 адамның ішінде жазылғандарға мен қандай сый берем деп айттым. Жоқ, ол фея 40 адамның, 40 адамның ішінен 10 адамға оны лотерея сияқты ойнатамыз. Кітапша. Кітап берем деп айттым. Роза жауап берді. Роза рахым, біз бөтек не екенсіз, бірақ екінші мына жерде кітап дегенді Гаухар дейді, Гаухарға береміз. Гаухар 2307. Енді Роза сізге бермей қояйын, бірақ сіз 3 сұраққа да біздің бүгінгі өте белсенді қатысушымыз Роза жауап берді. Розаға менің атымнан сізге арнайы сыйлық, мен өз қолыммен сізге браслет жасап берем натуральный тастан. Қазір сіз почтаңыздың адресін де жазып жіберіңіз.